Тұрғындарға жаңалықтарды ең бірінші жеткізетін мен. Жоқ, мен журналист емеспін. Мен пошта қызметкерімін. Менің есімім Рахия Какымова. Мен бұрын 16 жыл бойы заводта жұмыс істеген. Заводта жабыла бастағасын, осында почта құрбым жұмыс бар дегесін осында келді. Негізгі жұмысым бұл газет, журнал, хат апару, извещениялар апарам, пенсия таратам. Қандай ауыр ай болсын, біз ешқашан тоқтамаймыз. Күнде өз мерзімінде өзін газетімізді, хатымызды бәрін уақытында жеткізуіміз керек. Қысты күні суық, аяз болғанда 45 градус болады. Оған қарамастан біз бәрін апарамыз. Квартираға кіргенде әжелерім, апаларым сұрайды: қызым, тоңған жоқсын ба деді. Мен айтам: апа, қалай тонам? Мен 5-ші этажға келгенше қыстықтап көтерілем, қайта түсем, сосын келесі 5-ші этаж көтерілу керек. Маған бұл суық емес. Расында да біз тоңбаймыз. Өздері болдырмай шай ішкізеді. Қызым, тоңып келе жатсын, бір шәрке, бір стақан ыстық шай ішсең жылынып аласың, сосын арқай барасың деп. Менде Зайсан бар, аудан, сонда 400 үй бар. Біз тоқтамай жүре береміз ғой. Біз күніне 14 километр мен жүрем. Қаншама 21 жыл бойы таза ауада жүрем. Соның арқасында өзімнің денсаулығым да жақсы, дене құрылысымда өз құрбыларымның арасында жақсы көрдім. Бас кезінде бірінші кіргенде почтаға әрбір өз участогыңды білмейсің. Көп газет, иттер болады, үйлерді ауыстырып аласың. Бас кезінде өте қиын болды. Сосын бір айдан кейін үйреніп алдым. Қазір өз үйлерім сияқты уже 20 жылдың ішінде кейбір бір балалар бірінші класс оқиды. Қазір олардың өздерінің балалары бар. Иттер мені таниды, қасыма өтеді, кетеді. Кейде екі кісі келе жатамыз, бірінші кісіні барып үреді, мен келе жатсам жұрттың бәрі таңғалады. Рая иттерді таниды уже 20 жылдың ішінде дейді. Кей кезде көп газеттер болады. Онда кешке дейін, түнге дейін жүре аламыз. Әрине бәрін апару керек. Бәрін апарғанша біз үйге қайтпаймыз. Өйткені біздің тұтынушылар тосып отырады бізді. Біз пошта қызметкері болғасын әлемдегі жаңалықтарды бәрін біліп отырмыз. Өйткені мен автобусқа мінем. Автобусқа жеткенше мен оқып барамын. Кейде подъездің қасында оқимын. Солар бақа ашқанша бір бетті оқып аламын. Қазір кезде бәрі антитехнология көшкенімен хат жазу әлі қойылған жоқ. Көп хат келеді. Шет елден келеді, қасымыздағы елдерден келеді. Көп келеді хат. Бір-біріне әлі күнге дейін жазады. Оны апарғанда хатты алып күлімдегенде өзінде қуанып тұрасың қасында. Бір үйге жұма сайын кейде барамын. Маған жұмысым ұнайды. Кейде отпускіде болғанда апам айтады: сен осы жұмысқа шыққың тұрса, қалай сен осы жұмысын жақсы көресің дейді. Мен айтам: мен анда бабушкаларым бәрі тосып отыр ғой. Мен оларды сағындым. Балалар болады, бабушкалар болады, аталар болады, тотам дейді. Мен айтам: почтальон печкин келіп тұр, мен ренжімеймін. Оның несі бар? Даже күліп, амандасып, сонда өзі солай күлімдесен, олар да өзіні күлімдеп қарсы алады. Мен 12-ші жылы құрметті байланысшы медалін алдым, жақсы қызметім үшін. Біз бас кезінде істегенде бізде жастар болмайтын бәрі. Қазір бізде жартысы жастар. Жастардың келетін себебі жұмыс мұнда тұрақты. Бар уақытында аламыз бәрін. Ақшамызды да. Почта қызметкерлер ерінбеу керек. Бұл жұмыс еріншекті ұнатпайды. Өйткені бұл ауыр жұмыс, күні бойы жүруің керек. Шыдамды болу керек, сабырлы болу керек. Кей кезде клиенттер ұрсады, онда шыдамды тосып отыру керек. Кейде келеді: вот маған хат келді, сен бүгін ғана келдің деп. Ол біз кінәлі емеспіз ғой. Бізге бүгін берді, біз соны апарамыз. Ол келіп, менің кейбір организациялар бар, сен баяғыда жібердік деп олар алдайды. Мен тосынан көрсетіп, хатты, штамп, число бәрін көрсеткенін, өзінің қателігін түсінеді, өз кешірім сұрайды. Әрине, хатты бір күнде жеткізу мүмкін емес. Дегенмен біз оны неғұрлым тез жеткізуге тырысамыз. Хат тосып отырған адамның қуанышын көріп, мен өз жұмысымды маңызды екенін түсінемін. Мен пошташы болғанымды мақтан етемін.